Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 2-ші бөлім 79-шы сабақ, сабақтың тақырыбы 3-ке көбейту кестесі. Біз өткен сабақта 2-ге көбейту кестесін өткен болатынбыз. Бірінші есепті дәл солай шығарамыз, яғни бірінші бізде үлгі берілген 3 пен 4-ке. Біз ары қарай 5-тен 9-ға дейін шығарамыз. Яғни үлгіде 3 санын 3 рет қосқан. Оны көбейтумен алмастыратын болсақ, 3-ті 3-ке көбейтеміз, мәні 9-ға тең болады. 4 санында 3 рет қосқан, 4-ті көбейтеміз 3-ке, тең мәні 12-ге тең болады. Ары қарай 5-ті 6-ны 7, 8, 9-ды шығарамыз. 5-ті 3 рет қосамыз, 5-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда мәні 15-ке тең болады. 6-ны да 3 рет қосамыз, 6-ны көбейтеміз 3-ке, сонда 18-ге тең болады. 7-ні 3 рет қосамыз, 7 көбейту 3 деп аламыз, сонда 21-ге тең болады. 8-ді де 3-ке 3 рет қосамыз, көбейтуге алмастырсақ, 8 көбейту 3, 24-ке тең болады. 9-ды 3 рет қоссақ, 9-ды көбейтеміз 3-ке, мәні бізде 27-ге тең болады. Екінші есеп, санды 3-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Берілген 3-ке байланысты көбейту кестесін жаттаймыз және қолдана біл дейді. 5-ке 3-ті көбейткенде 15, санды 3-ке көбейту кестесі бойынша. 3-ті 5-ке және кері 5-ті 3-ке көбейтсек 15 шығады. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша бұл. Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырсақ та көбейтіндінің мәні өзгермейді. Енді бөлумен тексереміз көбейтуді. 15 бөлу 5 тең 3-ке және 15-ті 3-ке бөлсек 5-ке тең болады. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Үшінші есеп, санды 3-ке көбейту кестесін пайдаланып кестелерді толтыр. 3 көбейту бос төркөз берілген. Бос төркөздің орнына 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандарын қойып шығарамыз. 3-ке 4-ті көбейткенде 12, 3-ке 5-ті көбейткенде 15, 3-ті 6-ға көбейткенде 18, 3-ті 7-ге көбейткенде 21, 3-ті 8-ге көбейткенде 24, 3-ті 9-ға көбейткенде 27 шығады. Келесі есепте солай. Бос төркөзге берілген сандарды қойып, бөлеміз 3-ке. 9-ды 3-ке бөлсек 3, 12-ні 3-ке бөлсек 4, 15-ді 3-ке бөлсек 15, 18-ді 3-ке бөлгенде 6, 21-ді 3-ке бөлгенде 7, 24-ді 3-ке бөлгенде 8, 27-ні 3-ке бөлгенде 9 шығады. Төртінші есеп, мысалдарды шығар. Үлгі берілген бізде 20 көбейту 3, 2 ондық деп аламыз 20-ны. Көбейтеміз 3-ке, 2-ге 3-ті көбейткенде 6, 10-ның қасына жазамыз. 6 ондық дегеніміз 60 болады. 600 бөлу 3 тең 600 дегеніміз 600-дік бөлу 3. 6-ны 3-ке бөлгенде бізде 2 шығады, қасына 100-дігін жазамыз. 200-дік дегеніміз ол 200 болады. Яғни ондық болғанда 1 0 жазамыз, 100-дік болғанда 2 0-дік қасына түкейміз. Ары қарай шығарамыз. 30 көбейту 3. 30 дегеніміз 3 ондық, көбейту 3. 3-ті 3-ке көбейткенде 9, ондық деп жазамыз. Ондық дегеніміз 0, 1 0. Яғни 9-ға 1 0-ді тіркейміз, 90 болады. 900 бөлу 3. 900 дегеніміз 900-дік бөлу 3. 9-ды 3-ке бөлгенде 3 шығады, қасына 100-дігін жазамыз. 100-дік дегеніміз 2 0. Сонда 300 болады. 30 дециметр көбейту 3. 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, оған 0-ін тіркейміз. Дециметр, яғни 90 дециметр болады. 90 килограммды 3-ке бөлеміз. Тең 9-ды 3-ке бөлгенде 3, қасына 0-ін жазамыз. Сонда 30 килограмм болады. 5-ші есеп. Есепті шығар. Асық ату жарысына 15 бала қатысты. Олар әр топта 5 баладан болатындай бірнеше топқа бөлінді. Жарысқа неше топ қатысты? Қысқаша шартын құрамыз. Қатысты 15 бала, әр топта 5 бала. Топ саны бізде белгісіз. Шешуі 15-ті бөлеміз 5-ке 3 шығады. Жауабы жарысқа 3 топ қатысты.
Алтыншы есеп. Мысалдарды шығар. 36 мен 46 санының қосындысы 82-ге тең. 23 пен 77 сандарының қосындысы 100-ге тең. 63 пен 47-ның айырмасы 16-ға тең. 92 мен 56-ның айырмасы 36-ға тең. 9-ы 2-ге көбейткенде 18 болады. 6-ны 2-ге бөлгенде 3 шығады. 18-ді 3-ге бөлгенде 6 шығады. 21-ді 3-ге бөлгенде 7 шығады. Жетінші есеп. Салыстыр. 2-ні 3-ге көбейтеміз 6, 12-ні 3-ге бөлген кезде бізде 4 шығады, яғни 6 үлкен болады бізде. 6-ні көбейтеміз 3-ге, 3-ті 6-ны көбейтеміз 6-ға, екеуінің мәндері бірдей болады. Себебі көбейткіштердің орнына ауысқанмен көбейтінің мәні өзгермейді. Екеуінде де 18 шығады. Тең. 14-ті 2-ге бөлген кезде 7, 9-ды 3-ге бөлген кезде бізде 3 шығады. Сонда бізде 7 үлкен болады. 8-ші есеп. Теңдеулерді шеш. X қосу 47 тең 91. X-ті табу үшін 91-ден 47-ні азайтамыз. X тең 4 шығады. Тексереміз. 44 қосу 47 тең 91. 91 тең 91. Келесі. 53 азайту Y-тен 27. Y-ті табу үшін 53-тен азайтамыз 27-ні. Y-тен 26. 53 азайту 26 тең 27. 27 тең 27. 9-шы есеп. Өрнектердің мәнін тап. 7-ге 3-ті көбейткенде 21, 300-ді 3-ге көбейткенде 900, 15-ті 3-ге бөлгенде 5, 90-ды 3-ге бөлгенде 30 шығады. 4-ті 3-ге көбейткенде 12, 100 килограммды көбейтеміз 3-ге. 300 килограмм 24-ті 3-ге бөлгенде 8, 30 сантиметрде бөлеміз 3-ге 10 сантиметр шығады. Кім жылдам? 10-шы есеп. 0 санынан бастап 3-3-тен қоса отырып 30-ға дейін сана. Әрбір 3-ші санға сәйкес әріптерден сөз құрастыр. Шыққан сөзді оқы, ол туралы ойыңмен бөліс. 3 санын қоса отырып 30-ға дейін жазатын болсақ, бізде 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 сандары шығады. Бұл сандардың үстіндегі әріптерді алатын болсақ, бізде аударыспақ сөзі шығады. Аударыспақ ат үстіндегі күрес ойыны. Ортаға шыққан екі ойыншының мақсаты ат үстінде күресе отырып, бір-бірін аттан аударып түсіру. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, 2-ші сынып оқитын досыңа жіберуді ұмытпа. Сау болыңдар.